алдыңғы есепке кері есеп шығарайық. Дүкенде 426 ойыншық көлік бар. Олар әр қорапқа 2-2-ден салынған. Сонда дүкенде неше қорап ойыншық бар? Есепті шығару үшін ойыншықтардың жалпы санын бір қораптағы ойыншықтың санына бөлу керек. Яғни 426-ны 2-ге бөлеміз. Баған түрінде жазып, есептейміз. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. Бұл 4. Ендеше бөліндінің мәнінде 3 цифр болады. 4-ті 2-ге бөлсе, 2. Тексереміз. 2-ні 2-ге көбейтсе, 4. 4 азайту 4, 0. 0-ді жазбаймыз. 2-ні көшіріп жазамыз. Екінші толымсыз бөлінгіш 2. 2-ні 2-ге бөлсек, 1 болады. Тексереміз. 1-ді 2-ге көбейтемін, 2. 2-ден 2-ні азайтамын, 0. 0-ді жазбаймыз. 6-ны көшіріп жазамыз. Үшінші толымсыз бөлінгіш 6. 6-ны 2-ге бөлсек, 3. Тексеремін. 3-ті 2-ге көбейтсе, 6. 6 азайту 6 тең болады 0. Бөлінді толық орындалды. Жауапты оқимын. Дүкенде 213 қорап ойыншық бар.